Сонау Алматыдан жігіттер келіп жатыр. Елдос деген бауырымыз. Еркебұлан құрдаспен танысып, қауышып, әдемі тарихымен, тасымен танысып, Қош келдің. керемет болып табиғатта. Ереке, елдің халықтың ықыласы қалай? Табиғаты қалай? Табиғатымен, даланың табиғатымен, халықтың табиғаты өте тамаша екен. Расында бір жасандылық жоқ. Жағымпаздық жоқ. Енді өзіңнің табиғатыңа қарап айтуға болады халықта. Қарапайым халық. Алла разы болсын. Керемет бәйгі. Жалпы мектеп ауылына солтүстік Қазақстанға риза болып барады. Рахмет. Еркебұлан бауырымыз екеуміз кешелі бері біргеміз, сұхбаттасып, сырласып, өзіміз құрдас әрі сырласпыз. Алла разы болсын. Елге келген қонаққа ерен еңбегін сіңіп жатыр. Расында бір солтүстік Қазақстан бүткіл салт сақтап жатыр. Еркебұлан бауырымыз қонақтың бәрін қарсы алып, аяғымызды жерге, білегімізді жеңге, айдарымызды желге, жамбасымызды көрге тигізбей алып жүр. Бұл енді солтүстік Петропавл десе айтады ғой, орыстанған дейді. Санында емес сапасында ғой, сапалы қазақтар өмір сүріп жатыр. Расында Қызылжарда нағыз қазақилық сақталған, дәстүр дәріптелген өңір екеніне көзім жетіп жатыр. Өзім бірінші рет болған кезде осындай жігіттер алып жүріп, тарихымен таныстырып жүріп, расында көшіп келгім келетін жер екен. Міне Есілдің дәл жағасында кетіп бара жатырмыз. Елдостың әнін тыңдап келе жатырмын. Елдос Үмбетәлі, автор қасымда. Өмірден қорықпа, соңғы айналымда тізгінді тартпа, шап! Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, шап! Мәреге дейін, мәреге дейін. Қазіргі таңда ет тура десең бәрі қашады ғой. Негізі етті сыйлы қонақ тураған. Қазақтың дәстүрі ғой, дұрыс па? Өте дұрыс. Өзің де міне сонау Алматыдан келіп, осы Қызылжарға келіп, ет турап жатсың, арқашында сыйлы болып жүре бер. Рахмет. Ерош бауырыма рахмет, ол солтүстік Қазақстан жігіті. Алла разы болсын. Ақан сер айтады ғой, жігіттің падишасы Әмір Темір десе, қазіргі таңда комментатордың падишасы. Өзің сияқты Елдос.